Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін ПП котлеті жасайтын боламыз. Бірде-бір тамшы май қосылмайды. Өте дәмді, керемет, нәзік болып шығады. Осы рецептпен жасап көрулеріңізді ұсынамын. Рецепт өте оңай. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: тауықтан жасалған фарш 600 граммдай, жарты дана пияз, 1 жұмыртқа, манная крупа 1,5 үлкен қасық, және де сәбіз керек, және де тұз бен бұрыш қажет. Ең алдымен пиязымыз бен сәбізімізді блендердің көмегімен ұсатып аламыз. Егер блендеріңіз болмаса, үпкіштің көмегімен жасауға болады. Ұсақталған көкөністерімізді фаршымызға қосып, үстіне жұмыртқамызды, манная крупамызды, тұзымызды, бұрышымызды дәміне қарай салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Ары қарай котлеттарымыздың формасын жасауды бастаймыз. Ол үшін 1-1,5 қасық фаршты алып, форманы жасауды бастаймыз. Қолымыз бірақ жабысып қалмас үшін қолымызды онға видеодағыдай малып отыру қажет. Сопақша немесе дөңгелек формадағы котлеттерді жасауға болады. Котлеттарымызды алдын ала ұн себілген доска немесе де басқа тарелканың үстіне қойып тізіп шығатын боламыз. Осы котлеттерді морозильникте сақтауға да бірден пісіруге де болады. Мен жартысын морозильникке сақтап, жартысын пісіретін боламын. Мінекей осындай котлеттер пайда болады. Котлеттеріміз дұрыс тамақтану котлеттері болғаннан кейін котлеттерімізді суда пісіретін боламыз. Ол үшін табаға су құйып, оны қайнатып аламыз. Суымыздың мөлшері котлеттеріміздің жартысын жауып тұратындай болуы қажет. Котлеттеріміздің әрбір жағын жабулы қақпақ астында 20 минуттан пісіретін боламыз. Отымыз орташа баяу отта болуы қажет. Мінекей біздің котлеттер дайын болды. Өте нәзік, жұмсақ, керемет болып шығады. Осы рецепт бойынша дайындап көруді ұсынамын. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.